Халық кәсібі бағдарламасы, өздеріңізбен мен Айнұр Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы профессор, дәрігер Жалымбетов орталығының басшысы Құдайберген Жалымбетов. Сәлеметсіз бе аға? Сізге қояр алғашқы сұрағым. Осы орталық менің естуімше 2004-тен бері жұмыс жасап келе жатыр, иә? Қалай болды, қалай басталды, неліктен осы саланы таңдадыңыз? Сол туралы айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бұл енді үлкен әңгіме. Себебі бір ғұмыр деп айтуға болады ғой. Себебі мен Алматы мемлекеттік медициналық институтын бітіргеннен кейін осы 1975 жылы Жаңаөзен қаласына жолдамамен біз отбасымызбен келдік. Жаңа жас маман ретінде. Міне содан бері бүгін 45 жыл толып отыр соған. Осы Жаңаөзенде менің бүкіл жастығым, бүкіл қызметім, маман болып қалыптасуым, сонымен қатар азамат болып қалыптасуым бәрі осы жерде Жаңаөзен қаласында өтті. Мен сондықтан да осы Жаңаөзен қаласын қалап, осы жерде қызмет етіп, жүруге өзім өмір бойы солай бағыт алдым. Енді оның басы жаңа айттым ғой, сол маман болып келгеннен бастап, әуелі хирургия бөлімінде осы орталық ауруханада оташы дәрігер болып жұмыс жасадым. Одан кейін мына жаңа балалар ауруханасы салынып, сол ауруханаға 82 жылы соған бас дәрігер болып тағайындалдым. Сол жерде 7 жыл қызмет жасап, 1989 жылы осы қалада медициналық, бүкіл қала бойынша медициналық бірлестікті ұйымдастырып, соған басшы болып келдім. 96 жылы Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасында қызмет жасадым. Бірақ менің әр уақытта осы жерге өзім 20 жыл қызмет жасап кеткем алдында, содан осы Жаңаөзен қаласына тартты да тұрып мені. Жаңаөзен қаласына қайтып келіп, осы Жаңаөзен қаласына мына қызметті бастадым, жеке кәсіпкерлікті. Ол уақытта себебі жеке кәсіпкерлік медициналық нелер бойынша, қызмет бойынша рұқсат берілді. Біздерге ақылы қызмет ұйымдастыруға. Халыққа тек жақсы жылы сөйлеп, айтқандарын тыңдап, дәрі-дәрмегін беріп отыратын адамдар керек болды. Міне біз сөйтіп бастадық. Соны қызметімізді халықтың арасында біздің сол өзімізді көрсетіп, жұмысымыз жүре бастады. Аға, сіз жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, ол кезде халықпен жұмыс жасау өте қиын болды деп. Сол кездегі халықтың түсінігі мен қазіргі халықтың түсінігі қандай айырмашылықтар бар? Соны айтып кетсеңіз. Қазіргі кездерде мына техникалық жағдайлары медицинаның өзгерді. Қазір барлық жерде үлкен жаңағы құрал-саймандар пайдаланатын бәрі жетілді. Қазір жеке кәсіпкерлерде, ресми медицинаның орталықтарында да барлық жерде УЗИ аппараттары, рентген аппараттар, басқа әртүрлі әрбір дәрігердің бөлмесінде барлық жағдайлар жасалып тұр қазіргі диагностикаға. Сондықтан қазіргі адамдардың талабы кішкене бөлектеу. Олар өздеріне басқаша көңіл қарайды. Тек қана әңгімемен суылдата берген емес, себебі адамдар қазір сауатты, бұрынғыға қарағанда сауатты. Кейбірде жеке аурулармен ауыратын дәрігерлер, адамдар, ол сол дәрігерден, отырған дәрігерден көп біледі. Себебі олар телевизорды қарайды, компьютерді қарайды, WhatsApp'ты қарайды. Сондықтан олар қазіргі жағдай ақпарат деген жеткілікті дәрігер үшін. Ол себебі ол бір ғана адам өзінің ауруын іздеп тауып алады соны барлық жерден. Дәрігердің несінде қабылдауында болғанда дәрігер ол көп адамдар келеді ғой. Сондықтан күніге оның алдынан 100 адам өтсе, оның сонда 100 информация. Әр адамның ауруы бір аурумен ауырғанның өзінде бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан дәрігер өте көп білу керек. Бірақ оған жету деген енді сырат болмайды ғой. Сондықтан адамдар кейде өсігіне көңіл толмай етеді дәрігерге. Қазіргі адамдардың өзіне деген жаңағы көзқарасы жоғары болғанын қалайды. Кейде үндемей отырып шығып кетеді. Жаңа дәрігердің жазып берген емінде, несінде алмайды, себебі ол ана өзінің WhatsApp'тан оқып алған жалған информациялары
сәйкес келмей қалды дәрігердің айтқаны. Өзіне сеніп тұрады. Иә, өзінің ақпараты бар, дайындап келген. Дәрігер егер соны айтып үстінен түссе, онда мәз болады. Соған сенеді. Интернеттегі нәрсеге сенеді. Иә, сенеді. Аға, басында осы ашылғанда 3-4 маманмен аштым дедіңіз. Қазір орталық кеңейтілді. Қанша адамды жұмыспен қамтып отырсыз және технологиялар жеткілікті ма? Қандай кемшіліктер бар? Біздің орталық бастапқы медициналық көмек ұйымдастыру орталығы. Бастапқы дегеніміз, біздер тұрғындармен бірінші рет кездесеміз. Сол жерге біз ұйымдастыратын, көрсететін көмекке дайын болуымыз керек. Мысалы, үлкен диагностикалық орталықтар бар. Барлық ауруды жан-жағынан тексеретін. Біздің мына жердегі міндетіміз ол емес. Біз тұрғындарды бірінші рет қабылдап, бірінші сондай жерлерге жібере білу. Өзіміздің қолымыздан келетін нені осы жерден көрсету. Соған сәйкес, қызметке сәйкес, қазір әуелі біздер 6 адамнан бастап жұмыс жасасақ, осы 15 жыл бұрын. Сол жылда көбейіп, мына жердің бәрін дұрыстадық, бәрін істедік, құрал жабдықтарды сол жаңағы бастапқы медициналық көмек көрсетуге дайындадық. Қазір диагностикалық біздің өзіміздің мойнымыздағы қызметті атқаруға жеткілікті. Жеткілікті. Жаңа зертханамыз бар. Зертханада 380-нің үстінде анализ жасаймыз. Әртүрлі қан анализдерін. Содан кейін мына флюорография аппараты, рентген аппараты, ультрадыбыстық тексеру аппараты, УЗИ деген, электрокардиография түсіретін аппарат, орталықтандырылған компьютерліктірген аппарат, және сонымен қатар жаңа кардиологтың мониторлық аппараттары әртүрлі тексеретін, тәулік бойы денесіндегі жүректен екігіні жазу, тәулік бойы давлениесін тексеріп тұратын құрал жабдықтар бізде бәрі бар. Сонымен қатар енді қанша адам қызмет жасайды десе, бүгінгі 15 жылдың ішінде біз 6 адамнан 148 адамға дейін жұмыс жасаймыз қазір. 30-ға жақын дәрігерлер, қалғандары медбикелер менен басқа қызметкерлер әртүрлі. Қандай мамандар тапшы мамандар бар ма? Тапшы мамандар бар. Ол енді жаңғыз бізде емес, жалпы медицинада, жалпы біздің Маңғыстауда, жаңа өзенде тапшылық мамандар бар. Ол невропатологтар, офтальмологтар, окулистер, құлақ, мұрын дәрігерлері, лор дәрігер деген дәрігерлер, кардиолог мамандары, балалар хирургиясының мамандары, детский хирургтар. Вообще балаларға арналған мамандар өте аз. Медицинаның барлығын балаларға да, үлкендерге де барлық жағдай жасауға әлі біз дайын емеспіз. Әлі өркениетті елдердің өздерінде 200 жыл істейтін жерлерде де ол қазіргі өте қатты сондай болады деген, істейді дегенге сену өте қиын. Бәрін істейді дегенге, бәрін істей алмайды. Менде жақында мына неден Германиядан дәрігерлер келіп кетті, соның ішінде отбасылық дәрігер келді, кардиолог келді. Сонда олар айтады, бізде отбасылық дәрігер бар, бірақ олардың функциясы әлгі қазір біз кітаптан оқып барлығын осы дәрігер істейді дегенде емес, оны дәрігердің өзінің істейтін қызметі бар, оны бөліп істейтін мамандар бар қасында. Әйтпесе ол жаңағы терең және көрсете алмайды, көмек көрсете алмайды. Соның жаңа айтайын деген, сол мына педиатрия факультеті жоқ болғаннан кейін балалар мамандары жоқ болып кетті. Қазіргі көп мамандар жоқ балалар. Балалардың қарайтын окулист жоқ, лор жоқ, невропатолог жоқ. Жоқтың қасында әр жерде бір осы қалада бар. Солар барлық қаладағы мекемелер жағалап жүріп көмек көрсетеді, ол ондай көмек болмайды. Сондықтан қазір біз жалпы медицинаның алдында тұрған балалардың мамандарын дайындау керек. Мамандандырылған көмек көрсету үшін соларға. Яғни аға, қандай қиындықтар болды сіз осы бастағаннан соң? Қандай қиындықтар кездесті? Қиындық деген ол енді техникалық қиындықтарды мен айтпай қояйын, менің басымнан жаңағы қаражат қиындығы, я болмаса басқа қиындықтар. Мысалы 11-ші жылы біздің мені салып болып, енді жұмысқа кірсем деп жатқан бүкіл осы ғимарат
бүкіл құрал жабдықтармен өртеніп кетті. Дым қалмай өртеніп кетті. Оны қайттан жасадық. Оның да определенный қиындықтары бар. Сондықтан ол деген қаражаттың жетіспеушілігін тудырады. Қаражаттың жетіспеушілігі біздің көмегімізге тура әсер етеді ғой. Қаражатсыз қазір көмек көрсетемін деп оған айтуға болмайды. Білікті дәрігердің алдында да құрал жабдықтары болу керек. Аға, сіз жаңа айттыңыз ғой, өртеніп кетті 2011 жылы. Сондай тығырықтан қалай шықтыңыз? Кім демеушілік көрсетті сіздерге? Қиыншылықты жеңу кез келген адамның қолынан келмейді. Жалпы демеушілік деген былай. Қазір ұйымдастыра алатын адамға демеуші жаңғыз үкімет. Үкіметтің демеушілігі, үкімет дегенім мына банк. Енді үкіметтің қолында ғой банк. Ар жағын айтпай ақ қояйын, бірақ үкіметтің қолында деп есептейміз. Үкіметтің банк істейміз. Мына банктер қазір кредит алуға. Мен кредитпен істеймін барлығы. Ашқаннан бастап, қазірге дейін, мына былтыр мына осы ғимаратты салдым, мысалы, соның барлығы банктың көмегі. Ал қалған біреу демеушілік әкеліп беретін менің басқа ешкімім де жоқ. Мен өзім, сондықтан мен сол кредитпен жұмыс жасаймын, тапқан таянғанымды банкқа апарып беремін. Сол жылдары мемлекет тарапынан осы кәсіпкерлерге қандай қолдау болды? Қазір қандай қолдау бар? Жалпы кәсіпкер боламын деген адамдарға. Кәсіпкер боламын деген адамға менің өзіммен бірге мына даму деген қор бар ғой. Сол даму қорымен бірге өсіп келе жатыр. Ол өте қатты көмектеседі. Ол неге? Сол даму арқылы, сол жылдарда мен өртенгенде дамудың көмегіменен даму арқылы осы банктерге шығып, даму кәсіпкерлерді қолдау ғой. Сол арқылы мына банктерге шығып, сөйтіп даму арқылы көмек алдым. Қазірде де дамуда тегін оқытады кәсіпкерлерді. Менің жоғарғы білімім болса да, олар маған медициналық білім бермесе де, кәсіпкерлік білім беруге маған өте қатты көмектесті. Мен даму арқылы Назарбаев университетінде, Тұран профи деген университетте Астанада білім алдым. Сосын даму арқылы мен Германияда сол білімді жетілдірдім. Жаңыз мен емес, сондай көптеген, жүздеген біздің кәсіпкерлер жылда сондай үйлерді істеп тұрады. Сондықтан қазір даму барлық жаққа көмектеседі. Осы біздің Жаңаөзен қаласында даму соның филиалы бар. Соған қатынасып оқу керек. Үкімет тарапынан қазір Атамекен деген біздің кәсіпкерлер палатасы бар, облыстық, Жаңаөзен қалалық. Сол Атамекен кәсіпкерлік палатасымен мен тығыз жұмыс жасаймын. Аға, сіз маған қызықты, сіз неліктен мемлекеттік жаңағы ауруханаларда жұмыс істемей, жеке осындай қылып аштыңыз? Ол енді бір қызық уақыт мынадай болды менің өмірімде. Мен осы қалада 89 жылдан бастап бүкіл қаланың бас дәрігерінің қызметін атқардым. Сол уақытта Совет үкіметінің әлі бар кезі ғой. Жаңа енді неғылып жатыр. Бірақ заман құлдырап, ол уақытта да қиын замандар болды. 90-шы жылдары біздің тәуелсіздік алуға жақындап келе жатқан уақытымызда өте қатты қиын болды. Қаражат жетіспеп сөйтіп жатырмыз да. Сол кезде жаңа шаруашылық деген ұғым пайда болды. Новый хозяйственный механизм в здравоохранении деген. Жаңа шаруашылыққа ену. Сол кезде көп басшылар, бас дәрігерлер оны қаламады. Себебі халық оны қаламайды. Барлығы тегін болу керек деген сияқты. Вообще тегін деген мағына халыққа еш уақытта болған жоқ, тегін. Ол тегінділік медицинада болмайды, ол тек халық үшін тегін деп есептейді ғой, бірақ оны үкімет қаражаттандырып жатырды ғой. Оны әйтеуір бір жерден сатып алды ғой дәріні. Дәріні әкеліп беретін болса, дәріні бәрі төлеп жатты. Біз Қазақстан ба? Біз Ресейден алдық. Біз Ресей оның ар жағында Америкадан алды, Индиядан алды, басқа жақтан алды. Оған ақша үкімет беріп жатты ғой. Ал халық тегін емделді дейді. Ешқандай тегіндік болған жоқ, себебі үкімет өзі төлеп жатты. Енді үкіметтің жағдайы ауырлаған кезде, енді үкімет береді деп халықты қыруға болмайды ғой. Сонымен халыққа бірден істеу керек болды. Сол кезде мен жаңа шаруашылық дегенге кірдім. Бірақ осы жердегі медициналық бірлестіктің басшысы болып, үкіметтің несінде ұйымдастырып отырып, солай, я болмаса платный услуг дегендерді кіргіздік.
ақылы қызмет. Сол ақылы қызметтерді таңдап бастадым. Сөйтіп, бүкіл Қазақстан бойынша экспериментке біздің Жаңаөзен қаласын кіргіздім. Соны істедім. 3 жыл біздер осы көп қызметтің ішінде ақы төлеп келетін қызметтерді бөліп алып, бірінші рет мен 3 жылда Жаңаөзен қаласында соны кіргіздім. Мүмкін содан болар. Аға, бір сұхбатыңызда айтыпсыз, осы жақын арада отбасылық емхана ашамын деп. Міне, қазір ашылды осы орталық. 40 адамды жұмыспен қамтимын депсіз. Қысқаша тоқталып кетсеңіз. Енді қазір былтыр аштық, мына жерде 10 мың тұрғынға арналған отбасылық емхана аштық. Қазір 5150-дей адам тіркелді. Қазір. Бұл тіркелу үкіметтің тарапынан келіп тіркемейді. Адамдар өзі қалап, өзінің қалауымен тіркеледі келіп. Біздің осы жердегі орталықты қаласа, келіп тіркеледі. Сондықтан сол тіркелген адамдарға арнайы мамандарды жинап әкелдік. 40 адам деп есептеген, қазір бізде 48 адам осы жерде жұмыс істеп жатыр. Халықтан түскен арыз шағымдарға қаншалықты көңіл аударасыз? Жалпы солар бойынша, ұсыныстар бойынша жұмыс істейсіз бе? Мен жалпы бүкіл менің қызметімнің ішіндегі ең маңыздысы мына адамдардың, келген бізге кіріп шыққан адамдардың айтатын тілектері мен шағымдары. Менде шағым жылына 1-2 ғана шағым болады. Ол шағымдарды өзім қараймын. Олардың ішінде енді онда екі жаққа бірдей болады шағым болғанда. Түсініспеушілік, мана айттым ғой. Психикалық, сәйкес келмеушілік адамдардың арасында. Ол дәрігердің білімі төмен деп жалып жасаған адам мен әлі көргем жоқ біздің неден. Олар жаңағы ана дәрігер маған былай деп қатты айтты, дұрыс маған қарамады көзіменен, әнжеде жазып атты деген сияқты өзгертуге болатын жағдайлар ғой. Ондай көп болмайды, анда-санда болады. Бірақ мен қатты көңіл бөлем соған. Ал енді рахметін айтып атқан адамдар көп, өте көп. Алдағы уақытта жоспарға тоқталсақ аға? Менің жоспарым енді былай, мына бірінші жоспар амбулаторлық хирургия ашу. Мен хирургия маманымын. Қазір барлық аурулар тәулік бойы жұмыс жасайтын мекемеге барып емделу қиын. Себебі ол жерде орындар жетіспейді. Тек жедел көмек көрсететін, жедел аурумен ауырып қалған хирургиялық аурулар барып емделеді. Қалғандары емханаларда, мысалы, ота жасау, операция. Сол ауруларға өзінің жоғарғы дәрежеде көмек көрсету үшін осы жерде бір орталық ашылу керек деп ойлап отырмын. Хирургиялық орталық. Мен өзім хирургпын, сондықтан соны істеу менің бірінші жоспарым. Ол бүкіл қала бойынша көмек көрсету. Тіркелген ауруларға ғана емес, бүкіл қаланың адамдары келіп амбулаториялық жаңағы операцияларды жасатуға. Екінші, осы жерден оңалту орталығын қызметін жасау. Енді үлкен орталықпен істей алмаймын. Осы жерде өзіме тіркелген тұрғындар. Енді 5 мың болады, ертең 10 мың болуы мүмкін. Сол адамдардың ішінде соны көмекке зәру адамдар бар. Мысалы, мүгедек балалар өте көмекті, жоғарғы дәрежелі көмекті ала алмайды. Тек қана массаж үйлерінен барып массаж жасатып, мұна болмаса, сол балалар көмек ала алмай отыр ғой үйінде. Сол балаларға көмек көрсету керек. Жас мамандармен қаншалықты жұмыс жасайсыз? Кездесулер ұйымдастырып тұрасыз ба? Мен өзімнің мамандарыммен өте жиі кездесіп тұрамын. Менің жиі кездескенде оларды мен әрбір өзінің мамандығына үйретпеймін. Мысалы, кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, хирург деген мамандар бар ғой. Оларға мен ана кітаптағы жазылған инструкцияны еш уақытта айтпаймын. Ол инструкция берілген, положен, сол инструкциясын жасау керек. Менің айтатыным чистый адами жағдайлар. Адам менен адам. Ең самый главный, адамды, алдан келген адамды басқаша түсіну керек. Ол тек қана бір сенің көмек сұрап келген адам, оның адамның ауырып келген тәнінен басқа, ағзасынан басқа адамда
жан деген түсінік бар. Онда рух деген түсінік бар адамда. Адам өте күрделі биокомплекс. Ол жақ тек қана ауыратын, біздің мына ұстайтын физикалық денеден ғана тұрмайды. Онда адамның жаны бар. Оны ешкім көрмейді. Бірақ оны түсінеді. Түсіну үшін әр дәрігердің өзінің санасы болу керек. Адамда сана, сезім болу керек. Ол тек қана сана, сезім арқылы адам біздің маман болсын, тек қана өзін түсінбеу керек. Ол өзгені де түсіну керек. Осы орталықта жаңа айттыңыз, бірнеше жеңілдіктерді атап өттіңіз да. Мысалға, одан бөлек қандай тағы да жеңілдіктер бар және қол жетімді ма осы қаралу тұрғындарға? Тұрғындарға біздің ол тұрғындарға қол жетімді. Қол жетімді. Қазір тұрғындарға біз 15 сатылы әрбір категория бар. Соларға мысалы айтайық, пенсионерлер, көп балалы және жаңағы дәрежелі құрмет дәрежелерін алған аналар, екіқабат әйелдер, 0-ден бастап 18-ге дейінгі балалар, мүгедектер барлық, декретке шығып отқан әйелдер, студенттер, барлық оқу орындарының студенттері. Міне осылардың барлығы тегін толық көмек алады. Толық көмек. Тек ол үшін мына біздің клиникаға тіркелу керек. Семьясымен, отбасымен келіп тіркелу керек. Соған мен оларға жаңағыдай көмек бәрін тегін беремін. Сонымен қатар 25 ауру нозологиясы бар. Үлкен нозология. Сол бойынша әртүрлі аурулар бар ішінде. Егер алдыма келген адам сол аурудың жаңағы үкіметтің белгілеген талабына сәйкес келіп отырса, онда соларға толық жаңағыдай көмек көрсетеміз. Дәрілік көмек, қабылдау, оларға тексеру көмектерінің барлығын тегін көрсетеміз. Қандай саланы дамыту керек бізде көбірек? Қаламызда не жетіспейді сіздің ойыңызша? Бізде қазір көп орталықтар көбейіп кетті да? Одан бөлек. Бізде ең бірінші мен көбейтуден гөрі азайту дер едім. Мына түнгі клубтарды азайту керек. Ресторандарды азайту керек. Халықты мынандай неге тәрбиелемеу керек? Рухани тәрбиелеу керек халықты. Рухани орталықтарды көбейту керек. Рухани орталықты көбейту керек. Мен енді қазір айта алмаймын. Түйе бақтыру керек, ауыл шаруашылығын өсіру керек деген үкіметтің политикасы бар ғой. Ауыл шаруашылығын көбейту керек деген. Енді қазір соны көбейту керек деп құрсыз айтқанмен ол болмайды. Біздің қолымыздан келмейді ғой. Бізде жеке мынандай шаруашылықтар нелер көп өсіп жатыр. Мына жерде үлкен біздің 3000-нің үстінде кәсіпкер бар. Олар жұмыс істеп жатыр. Бірақ бізде азайтатын жаңағыдай мен айтқан шаруашылықтар бар. Себебі біздің жастар қазір далаға жүгіргенді жақсы көреді босқа. Жастар. Мына ночной клубтарда, сол жердің бәрінде арақ ішу, темекі тарту, босқа жүру, қаңғыру түнімен. Сол мәселелер өте қатты мені мазалайды. Себебі ол денсаулыққа тура байланысты болады. Кейінгі біздің ұрпағымызды әкелетін жастар, қыздар, жігіттер, барлығы сөз жерде жүр, соның бойында. Көрдіңіз ба? Ол өте болашағы жоқ нәрсе. Ондай болмайды. Ондай жерлер болады. 100% тастауға болмайды. Бірақ ондай мекемелер, тұрған мекемелер, мына үкіметтің бақылауында болу керек. Жеке кәсіпкер екен, оған жылауға болмайды деген болмайды. Оларды бақылау керек. Ішінде не істеп жатқанын білу керек. Сол жердің ұйымдастырушысы басымен жауап беру керек. Мысалы, мен главный врачпын ғой. Мен осы жердегі келген жаңағы ем берушілерімнің бірдеңе болып қалса, басымен жауап беремін, юридически жауап беремін, уголовный жауап беремін. А неге ондай мекеменің несі жауап бермейді басыменен? Неге ондай неге ішуге, темекі тартуға неге тыйым салып отырмайды? Шығармашылықпен айналысасыз ба? Осы күнге дейін кітаптарыңыздар жарық көрген? Енді мен бұлай кітап қылып шығарған нелерім жоқ, басқа бір нелерде баспаларда шыққан әртүрлі нелерім бар.
Так, сосын енді осы 8 жылдан бері мен бір кітап жазып жатырмын. Енді ол оңай емес, себебі күнде заманда түсінік те өзгеріп жатыр. Күнде биылғы жазғаным келешекте іске аспай қалады. Сондықтан оны қазір шығарып жіберсем, атақ үшін. Так, оны ешкім оқымай қалады ғой ертең. Сондықтан қазіргі заманның несіне сәйкестендіріп, күнде жағылып жатырмыз. Сондықтан амандық болса биыл 70 жасқа деп есептегем. Соны шығарсам, халыққа берем. Өткенде тыңдады, үш жерде көп бүкіл медицина бірлестігі келіп. Қанша бет, жалпы қандай тақырыптарды қамтиды? 250 беттей тек қана денсаулықты қалыптастыру. Аға, осылай уақытыңызды бөліп бізбен сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Жақында 3 жасқа толып жатсыздар, туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге тек шығармашылық табыс тілеймін. Әрқашан осылай жақсы жаңалықтарыңызбен қуанта беріңіз дегім келеді. Рахмет. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.